5 минут оталдырып тұру машинаны қыздыруға жетпейді. Көлікті 5 минуттан артық қыздырғаны үшін айыппұл салу заңда жоқ болып шыққаны рас па? 7 түрік жігіті мен баламды бытшын шығарып соғып, бүткіл паспортын, телефонын бәрін тартып алып кеткен екен. Қазақ елі көмектесіңіздерші. Станислав Саламұлы, әңгіме жоқ, прогресс бар, ойын өзгеріп келеді, жақсы жағынан. Ты по-французски сейчас говоришь? Ағымдағы жылы қосымша 4000 шақырым ақылы учаскелер енгізілетін болады. Олардан келетін түсімдер көлемі биыл 60 миллиард, ал келесі жылы 100 миллиард теңгеге дейін жетеді. Біз Ринат Зайытпен өзімен көзбе-көз кездесіп, сөйлесейік дегенбіз. Ол біздің ауылға келіп, бізге сондай уәделерін беріп кетті. Сол уәделерін ешқандай орындамады. Көктемгі су тасқыны қайталануы мүмкін бе? Төтенше жағдайлар министрінің болжамы қандай? Көлікті 5 минуттан артық қыздырғаны үшін айыппұл салу заңда жоқ болып шыққаны рас па? Ішкі істер министрінің орынбасарына қоя кеткім келеді. Кеше депутат сауал көтерген еді, 5 минутқа қатысты көлікті оталдырып тұрудың мәселесі. Біз жалпы білеміз, солтүстік өңірлерде, жалпы біздің елімізде қысқы кезеңдерде 5 минут оталдырып тұру машинаны қыздыруға жетпейді. Сәйкесінше қызбаған машинамен жүріп кетсең, машинаң тасталған шығады, оны жөндеудің ақшасы тағы да халықтың қалтасынан жұмсалатын болады. Сондықтан осы мәселені қайта қарап керектігін айттық. Бұл шешімнің мүмкін іске асуын тоқтату немесе белгіленген мерзімді ұзарту, өзгерту деген біз кеше талап қойған едік. Біздің фракцияның бірқатар депутаттары бірге осы қол қойып депутаттық сауал жолдадық. Осыған да сіздің пікіріңізді білгім келеді. Рахмет. Спасибо за вопрос. По 5 минутам эта норма давно обсуждается, вообще уже по ней давались ответы. Я хочу сказать, что 5 минут речь идет в законе о дорожном движении не о прогреве, а о разграничении, что такое остановка и что такое стоянка. Стоянка – это преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут. То есть я еду куда-то, остановился более 5 минут, стою, и это будет вот как раз остановка и стоянка этим отличается. Про прогрев там нет 5 минут, и это, по моему мнению, не очень правильно привязано, написано: механическим транспортным средством с работающим двигателем в населенных пунктах запрещается, если это создает неудобство жителям. То есть, условно говоря, если ночью большегрузная машина, либо газель какая-то прогревает машину, там будет детей, мешает спать, и если нам поступило заявление, то только в этом случае мы привлекаем к ответственности. Все. Мало того, таких прецедентов практически нет. За весь прошлый год по стране было 3 таких факта, и то один из них прокуратурой был отменен. То есть за прогрев двигателя мы к ответственности не привлекаем. Заңнама және сот құқықтық реформа комитетінің мүшесінің айтуынша, комитет тиісті түзетулерді енгізген. Оған сәйкес осындай нормаларды жергілікті өкілді органдар, мәслихаттар бекіте алады. Вот сұрағымды қояр алдында мынау вице-министр, ішкі істер министрі 5 минутқа байланысты бір өзім кішігірім ойымды айтайын. На самом деле, да, касательно 5 минут, наш комитет по законодательству судебно-правовой реформе уже внес соответствующие поправки, где мы дали это право утверждать нормативы местным представительным органам, маслихатам. И то, что в законе нет упоминания о 5 минут, это в первую очередь упущение госорганов. Вы должны были разъяснять, что в законе нет такого понятия, как 5 минут. Вы довели ситуацию вот до такого беспредела, шумихи, когда все говорят о 5 минут. Я тоже изучил закон, я не видел слова 5 минут. Кто должен разъяснять? Это вы должны были разъяснять. Министерство внутренних дел и другие госорганы вместе. Түркиядан білім алып жатқан қазақстандық студентті белгісіз бір топ ер адам соққыға жығып, құжаттары мен ұялы телефонын тартып алған. Бұл туралы студенттің анасы әлеуметтік желіде баяндап көмек сұрады. Жәбірленуші Түркияда медицина саласында білім алушы қазақстандық студент. Анасы Қарақат Байтұрғанованың айтуынша, оқиға Астана уақытымен таңға жуық орын алған. Қазақ елі, осы менің видео обращениемді бүткіл Қазақстанға таралуын сұраймын. Өтініш осы видеомды жан-жаққа таратыңыздаршы. Менің балам Турцияда врач оқуында оқиды. Бүгін біздің сағатпен санағанда таңғы 4-те 7 түрік жігіті мен баламды бытшын шығарып соғып,
бүткіл паспортын, телефонын бәрін тартып алып кеткен екен. Енді менің ұлымды полициялар көріпті, балам айғайлапты, көмектесіңіздер деп, полиция кішкене ғана жүгіргенде, біз шаша кеттік деп, арғай жүгірмей қойыпты. Еще балама пышақ тақаған екен, үстінен түгі жоқ баламның. Енді полицияға барып арыз жазса, баламнан арызды қабылдамай жатыр. Қалтасында ақшасы болған, телефоны болған, паспорты, бүткіл құжаты болған. Алла қаласы осы 2 күннен кейін Қазақстанға ұшу керек болған ұлымның. Қазақ елі көмектесіңіздерші. Олжас Бектенов 2024 жылы 6 ақпанда президент жарлығымен Қазақстан Республикасының премьер-министрі болып тағайындалды. Тағайындалғанына 1 жыл толған Олжас Абайлы президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен өткен үкіметтің кеңейтілген отырысында жыл қорытындысы бойынша үкімет жұмысының негізгі нәтижелерін баяндады. Баяндамаға илансақ, ел экономикасының өсу қарқыны өткен жылы 4,8% құрапты. Ауыл шаруашылығында 13,7%, құрылыста 13,1%, саудада 9,1%-дан жоғары серпінге қол жеткізіліп, өңдеу өнеркәсібінің көлемі 5,9%-ға артыпты. Бұл ретте аграрлық секторлар мен өндіруші салада соңғы 10 жылдың ішіндегі ең қарқынды өсім тіркелді дейді премьер-министр. Осындайда туындайтын қалыпты сұрақ: аграрлық салада тым қарқынды өсу көрсеткіші тіркелген елде картоп бағасының шарықтауы, бюджет есебін қосымша құн салығы арқылы жамап жасқау қаншалықты экономикасы қарқынды дамыған елге тән? Бұл енді былай қарағанда үкіметтің амал жоқ тірлігі. Себебі жаңа айттым ғой, бюджеттің тапшылығы бар. Сол бюджеттің тапшылығын жабу керек болып жатыр. Әрине енді тек қана бюджеттің шығыстарын қысқартумен онымен шықпайды. Жалпы негізі сондай ойлар бар. Бірақ енді оны қайталаймын, ол тек қана біз олар ғана, үкімет қана осындай шешім қабылдады деп қабылдамай, оны дәлелдеу керек. Оны бізге есептеп берсін. Мүмкін ол бизнес қауымда да қазір шында да біраз шығып жатыр бізге. Оны көтеру қиын болады бізге деген. Баға өседі, оны ашық айту керек мысалға. Одан бөлек жаңағы тарифті көбейтейін деп жатыр ертең, коммуналдық тарифтерді. Одан бөлек жаңағы жағар жанармайдың бағасын өсірейін деп жатыр енді. Оның бәрі түсінікті, ол нарықтың тірлігі. Бірақ та ол қалай халыққа әсер етеді. Сол жағында да оның нәтижесі қалай болады, сол жағында қарастыру керек. Жақсы ма? Станислав Черчесов футболдан Қазақстан құрамасының бас бапкері қызметінен кетті. Бұл туралы Қазақстанның футбол федерациясы хабарлады. Федерация мәліметінше еңбек шарты екі жақтың өзара келісімі бойынша тоқтатылды делінген. Ал экс-бас бапкер бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатында қызметтен қуылу әртүрлі болады. Мәселен, Спартак мені Тиролдан, Динамо Амкардан сатып алды. Ал лигиямен келісім мерзімінен бұрын аяқталды. Олардан солай кеттім. Ал Венгрия, Ресей мен Қазақстан құрамаларының өз тарихы бар. Жалпы егер жаттықтырушы мансап жолында кем дегенде бір рет жұмыстан болмаса, әлі ол мықты бапкер емес деген сөз деп бас бапкер қызметтен кетуін өзінің мықтылығымен байланыстырды. Естеріңізге сала кетейік, Станислав Черчесов бұған дейін журналистердің қазақша қойылған сауалын әжуалап көпшілік ашуына тиген еді. Станислав Саламұлы, әңгіме жоқ, прогресс бар, ойын өзгеріп келеді, жақсы жағынан. Ты по-французски сейчас говоришь? Біз алғашында Қазақстан Республикасының азамат болып танылмайтын легионердің бәріне қаражат төлеуді тоқтату туралы ұсыныс ұсынғанбыз. Бірақ уәкілетті министрлік келіп бір қатар дәйектерді көрсетті. Яки ол тек қана тренерлердің қатысы жоқ. Одан бөлек массаж бар, спорттық медицина бар. Жаңағы әбден бұлшық еттері үлкен салмақ алған азаматтарды қалыпқа келтіру жұмысы бар. Ең басты спорттық медицина. Осы саладағы мамандарды әкеле алмаймыз ғой деген ұсыныс айтты. Бұнымен біз расымен де ойлана отырып біз кеңестік, енді шын айтайық, біз ондай алып мемлекет емеспіз. Спорттық мәселен кейбір медицинасы дамып кеткен. Сондықтан бұл дүниелер қажет. Және бұл тағы бір үлкен проблеманың көзін ашты. Яки бюджеттің есебінен оларды уақытша бір әкеліп үйреніп алмасақ, спорттық медицина басқамызға дағдыланып алмасақ, егер біз мамандарымызды үйретіп, онда әлгі жекеменшік бизнесмендер федерацияда отқан, олардың мүлдем құқы жоқ екеніне көзіміз жетті. Сондықтан да біз осындай мүмкіндік бердік. Бірақ кеше сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің өзі айтты, дерегін көрсетті. Біздегі қаражаттың ең көп бөлігі легионер спортшыларды қаржыландыруға кетіп жатыр. Барыстың осыдан 1-2 жылғы бұрынғы зарплаттық несін қарасаңыз, ведомствосын ол жерде алғашқы 10-дықта тұрған ең көп жалақы алатындар бұл шетелдік ойыншылар болды. Қазақстандықтар емес. Сондықтан мен жұмыс тобында айтқам, ұтылса қазақстандықтар ұтылады да, өзіміздің қазақтар ұтылады. Және оларды сынаймыз, олар осы жерді басып, осы елдің суын ішіп, асын жеп жүргесін, ол сыннан ұялады.
ол ойнайтын болады. Мінекей осы мәселе айтылды, және бұны айту керек. Мемлекет басшысы өзі нақты кесіп айтқан тұғын. Легионерлер спорт саласына уақытша импульс бергенмен алдағы уақытта спортты көтермейтінін айтты, көгертпейтінін айтты. Және ол біздің өзіміздің спортшылардың әлеуетін, олардың спортқа басқан қадамдарын тежейтінін мемлекет басшысы нақты айтып өтті. Және де Қазақстандағы спорт функционерлері спорт саласын дамытумен емес, бюджеттен бөлген миллиардты игерумен ғана бас қатыратын туралы мемлекет басшысына айтты. Сондықтан осының барлығы нақты көрініс тапты. Биыл қосымша 4000 шақырым ақылы учаскелер енгізілетін болады. Бұл туралы көлік министрі Марат Қарабаев үкімет отырысында қазақстандықтарды сүйіншіледі. Әрине сүйіншіледі, тырнақша ішінде. Сыннан көз ашпайтын республикалық маңызды жолдар жөнінде әріптесіміз сұраған еді. Тыңдап көрейік. Қазір республика бойынша ұзындығы 3200 шақырым ақылы жол жүйесі жұмыс істейді. 24 жылы олардан түсетін түсім 48 миллиард теңгені құрады. Ағымдағы жылы қосымша 4000 шақырым ақылы учаскелер енгізілетін болады. Олардан келетін түсімдер көлемі биыл 60 миллиард, ал келесі жылы 100 миллиард теңгеге дейін жетеді. Бұл ретте осы ақылы жолдардан түскен қаражаттың бір бөлігін құрылыс жұмыстарына алынған қарыздардың пайыздық мөлшерлемелерін өтеуге жұмсау мәселесі қарастырылуда. Жалпы республикалық жолдардың көпшілігін ақылы қыламыз деп жатырсыздар ғой. Енді осы тас жолдарда дәретхана, асхана жоқ, дәретхананың жылуы жоқ, жылы жарығы бар дәретханалар жоқ деп қазақстандықтар көп шағымданады. Қашан осы үлкен тас жолдар толығымен дәретханамен, әжетханамен толық қамтамасыз етіледі? Белгілі бір датаны атай аласыз ба? Сіз қашан жүрдіңіз соңғы рет жолда? Мен осы жазда жүрдім. Жақсы, жүріп көріңізші. Жалпы былай, мен жаңа ол сұраққа орыс тілінде жауап бердім, тағы да сізге қазақша айтайын. Бізде енді жолдың жанында 1446 сервистік нысан бар, иә. Ал біздің енді қазір басты бағытты қай бағытқа жұмсап отырмыз? Ол алып әр жерде жаңағы жеке-жеке ауылдың арасында басқа жақта болсын дәретхана орналастыру емес. Ең бастысы жолдың маңайында, жанында ашылып жатқан жаңармай ауыстыру пункттері бар, одан соң кафе бар, одан соң басқа да сервис нысандар бар. Дәретханалар солардың негізінде, солардың аумағында айналасында дамытып жатырмыз. Яғни орналастырып жатырмыз деп айтайыншы. Ол дұрыс сөз болатын шығар. Бұрынғыдай алып, жаңағыдай ең ортаның ортасына бір дәретхана салатын, ондай қағидадан біз қайта кетіп бар жатырмыз. Ал енді көпшілік бұқаралық ақпарат құралдарында көремін. Мысалы жаңағыдай бізде 700-ге жақын дәретхана бар. Бұрында ол бір 20 жыл бұрын, 30 жыл бұрын орналастырылған. Соларды жаңағыдай суретке алады немесе видеоға алады да, мына жағдай былай дейді. Сіз толық қамтамасыз етілген деп айтасыз, иә? Жоқ, толық қамтамасыз етіп айтпаймын. Біздің басты жолдар жаңағыдай Астана мен Алматының жолы, Қарағанды мен жаңағыдай Алматы мен Өскеменнің жолы, Ақтөбеден бастап Астраханьға дейін жол, олар былтыр бітті. Былтыр толығымен жолды аяқтадық. Енді биыл соның қасына жеке кәсіпкерлер өз ақшасы есебінен сол сервис нысандар салып жатыр. Ринат Зайтовқа ашулы бір топ маралды тұрғыны Астанаға іздеп келді. Депутаттың жауабы қандай? Мен Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданы Маралды ауылының тұрғынымын, Қожақов Әділмін. Осы Астанаға келген себебіміз, біз Ринат Зайтовпен өзімен көзбе-көз кездесіп, сөйлесейік дегенбіз. Ол біздің ауылға келіп, бізге сондай уәделерін беріп кетті. Сол уәделерін ешқандай орындамады. Біріншіден біз керісінше өзіміз барып, бірінші күні облыс әкімімен жолықтық. Осы мәселе бойынша Өскеменде сөйлестік. Сонан кейін қасымызға жауапты адам, сол жиналыста болған адам сұрады. Ол кезде әкімнің орынбасарын қосып берді бізге. Біз барғаннан кейін аудан әкімін ертіп алдық. Қазіргі Өскеменнің әкімі Алматқойдың мырзаны. Сонан кейін ауылға бардық. Ауылға барып жиналыс өткіздік. Сол жердегі барлық уәждерін тыңдадық. Мен ол кісілерге нақтылы айтқам, қандай әрекет, қандай қадам жасау керек. Көп өкілдермен әлі күнге дейін хабарласып тұрамын, әлі күнге дейін видеоларын жіберіп тұрады. Біз ол мәселеде біріншісінде айттым, қоғамдық тыңдау болады деді. Ол тыңдау өткізілген жоқ деді. Бір онлайн тыңдауына қатысу керек болатынбыз біз. Бару мүмкіндігін қарастырдық. Дәп қоғамдық тыңдаудың уақыттары көбіне сәрсенбіге, немесе осындай кездер келеді. Сондықтан бара алмадық. Ал бәрі сөз жүзінде қалды дегенмен келіспеймін. Себебі бұл бізде бір нәрсе, инвесторларды қорғау, анау-мынау деген түрлі заң бар. Және оған қарама-қайшы жұмыс өте қиын. Бірақ жұмыс жүріп жатыр. Ол жалғыз Маралды ғана емес, егер қазір бұл бос қалатын болса, шынымен жаңағы халық айтқандай сөз жүзінде қалатын болса, дәл осы қауіп
Қазақстанның бәленбай ауылына келуі мүмкін. Сондықтан біз осы жерде осы маралдың аясында шешіп алуымыз керек бұны. Бірақ оны қазір бара салып, мысалы, жаңа Роман Васильевичке кіресің, айтып, міне былай десең, жоқ, олай емес. Ол міне біздің мынандай видео дәлеліміз бар дейді. Әкімшіліктен одан маралдың халқына жіберсең, бұлар біздің халық емес дейді. Сол екі ортада жүргенің былай. Бұл мәселені шешу үшін менің өзім ойымша шешілуге жақындататын нәрсе бұл нақты ауылдың ішінен өкіл сайлау керек. Біз жиналысқа барғанда да көп келіспеушіліктер болды өздерінің ішінде. Жалпы мәселе бойынша бәрібір ауыздан шығады, бірақ шешілуіне келгенде әртүрлі тарапта әртүрлі пікір айтады. Сондықтан нақты өкіл сайлап алып, осы жақтағы жауапты министрліктердің өзімен, министрлердің өзімен қажет болатын болса, департамент басшылары, орынбасары деген болмайды, олар сылтауратады. Соң бір ашық тыңдау өткізіп, егер заң бөгет жасайтын жер болса, заңның аясына келтіру керек. Себебі бұл өте қауіпті жағдай. Ертең қазір Маралдыда 500 адам деп отырмыз. Ал басқа ауылдар қосылатын болса, және олар біз қазір барып, олар ауылда отырғанда мәселесін шешпейтін болсақ, олар қалаға келіп жауап сұрайтын болса, бұл өте қиын шаруа болады. Өткен жылы су тасқыны көпті есеңгіретті. Былтырғы ауқымды көктемгі су тасқыны қайталануы мүмкін бе? Төтенше жағдайлар министрінің болжамы қандай? Бүгінгі таңда қардан қалың түсуі, өзендердегі судың деңгейіне байланысты қай өңірлерде, қазақша жауап бере кетсеңіз, қай өңірлерде су тасқыны болу ықтималдығы бар? Қазір бірімен біздің таблицаны қылайын. Ең бірінші бізде Батыс Қазақстан облысы 186 елді мекен, одан кейін Қарағанды облысы 150 елді мекен, Ақмола облысы 144 елді мекен, Солтүстік Қазақстан облысы 116 мекен және Шығыс Қазақстан облысы 72 елді мекен. Бірақ мен жаңа айтып кеткендей, бәрінен де топан су басып кетпейді. Ондай ақпарат дұрыс қабылдамаңыздар. Ол деген нақты сондай қауіп бар, бірақ оның бәрін ден қоя аламыз деген сөз. Нақтылау сұрағым, былтырғы жылы енді су тасқыны кезінде техникаларды дер кезінде жеткізу мәселе туындады ғой. Биыл ондай мәселелер туындамай ма? Және Алматы облысында жер сілкінісіне байланысты дабыл құрылғысы істен шыққан еді. Қалпына келтірілді ма? Осыған жауап бере кетсеңіз. Иә, қазір бірінші сұрағыңыз техника жайында. Техникаға тапшылық болды. Әсіресе батыс өңірлерде логистикаға байланысты сұрақтар болды. Бірақ ол, мен жаңа айттым ғой, тәжірибе бар, алған сабақтар бар. Оның бәрі уақытысында дер кезінде жеткізілетін болады. Екінші, жаңағы жер сілкінісі болған кезде дабылға болған жағдай туралы енді біріншіден сол дабыл 5-5 балдан кейін жоғары өзі қосылады автоматты түрде, және екінші масс алерт, өздеріңіз көрдіңіздер, Алматыда сондай ақпараттандыру жүйесі іске қосылған. Бүгінгі апталық шоуда осы. Тіркелуді ұмытпаймыз, ақпаратты қолдау білдіреміз. Сіздің қолдау біз үшін қашанда маңызды.